Абай Құнанбайұлының өмірбаяны. Ұлы ақын, ағартушы, жазба әдебиеттің және әдеби тілінің негізі салушысы. Абай Құнанбай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Шыңғыстау бауырында дүниеге келген. Абай атақты тобықты ырғызбай тобынан тарайды. Ол ауыл молдасын оқып жүрген кішкентай кезімен зеректігімен көзге түскен. Ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алған. Көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болған. Шешесі Ұлжан Ақылдановалардың бірі болған. Әкесі Өскенбай Құнанбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп ел билеу жүйесіне араласқан. Ресей патшалығының Қазақстан батысы мен орталық аймағын отарлап ел билеу жүйесі